Бүгінгі видеодағы қыздың ісін шешу үшін 25 жыл уақыт кеткен. Америкалық университеттердің бірінде оқитын студент қыз сауық кештен шығып, із-түзсіз жоғалып кетеді. Алғашқы күндері полицейлер күдікті деген адамды табады. Бірақ оның кінәсін дәлелдеу үшін айғақтар жоқ еді. Арадан көп жыл өткен соң, бір блогер өзінің подкастында осы істі қозғап, миллиондаған адамның назарын өзіне аударады. Соның арқасында полицияда осы істі қолға алу бойынша жұмыстанады. Барлығыңа сәлем. Видеомыз басталмас бұрын лайк басып кетейік. Әдеттегідей, осы видеоға 3000 лайк жинасақ, рубрикамыз өз жалғасын табады. Лайк басумен шектеліп қалмай, арнамызға тіркеліп, QRF арнасын жылдың соңына дейін 50 000 жазылушы санына жеткізуге көмектесейікші. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы, бүгін біз Кристин Смарттың жұмбақ ісін қысқаша баяндап береміз. Кристин Смарт 1977 жылдың 20 ақпанында Германияның Аусбург қаласында дүниеге келген. Бірақ кішкентай шағында отбасымен ақштың Стоктон қаласына көшіп кетеді. 1995 жылы Стоктон Линкольн орта мектебін аяқтап, Сан-Луис Обиспо қаласындағы Калифорния политехникалық мемлекеттік университетіне оқуға түседі. Оқудан тыс лагерде құтқарушы, лагер кеңесшісі секілді жұмыстарды жасады. 1996 жылдың 25 мамырына қараған түні бір студенттің туған күніне байланысты олар бір үйге жиналады. Сауық кеш американдық студенттердің стилінде өтеді. Студенттер ішіп, билеп, көңілдерін көтереді. Сол түні Кристин ішімдіктен бе әйтеуір өзін нашар сезінеді. Шамамен түнгі 2-лер шамасында сол кеште болған Шерил Андерсон мен Тим Дэвис көршінің көк алдында есінен танып жатқан Кристинді көреді. Олар қызды үйіне апару үшін орнынан тұрғызып алып кетеді. Біраздан соң оларға сол кеште болған Пол Флорес есімді жігіт қосылып, Кристинді мен апарып тастай салайын, оның жатақханасына жақын жерде тұрамын дейді. Екі жігіт те оған келісіп, жақсонда давай деп давайласып кетеді. Осыдан соң оны тірі күйінде ешкім көрмеді. Кристиннің жоғалғанына алғаш болып көршісі уайымдайды. Ол құрбысының сауық кештен соң қайта келгенін күтіп отырады. Бірақ Кристин келмейді. Бәлкім ол басқа жаққа кеткен болса ше деген күдіктер де болды. Бірақ оның киімдері, ақшасы, құжаттары секілді қажетті нәрселері бөлмесінде болған еді. Құрбысы Маргарита Кристин жоғалғаннан соң 2 күннен кейін ғана полицияға хабарласады. Ол Кристинде бәрі жақсы екеніне және жақын арада үйге келетініне өте қатты үміттенеді. Алғашында полицейлер Маргаританың арызына мән беріп қарамады. Оған қоса елде мереке болып жатқан еді. Жергілікті полиция қызметкерлері Кристинді ата-анасының үйіне кетіп қалған шығар деп ойлайды. Бағана айтқанымыздай, олар қыздың заттары жатақханада қалғаны жайлы ойламаған көрінеді. Оған қоса, жатақханадан қыздың үйіне дейін шамамен 7 сағаттық жол еді. Осындай алыс сапарға ештеңе алмай, ешкімге ескертпей, аяқ асты кете салатын қыз да ақымақ емес шығар. Оның үстіне түннің бір уақытында. Арадан біраз күн өткен соң, жергілікті полиция қызметкерлері жұмыстануға кірісіп, Кристиннің ата-анасына хабарласады. Қыздың анасы оның үйге келмегеніне біраз болғанын, және соңғы уақыттары тіпті хабарласпағанын да айтады. Мұндан соң анасы да уайымдап полицияға барады. Бірақ полицейлер бұл істі қарамай, арадан көп күн өтпегенін, бәлкім ол әлі достарымен қыдырып жүрген шығар дейді. Қыз жоғалған күннен 4 күн өткен соң іздеу басталады. Алғаш Кристинді волонтерлар іздеп, ешқандай нәтиже шықпайды. Полицейлер алғаш болып қызды соңғы көрген адам болуы мүмкін Пол Флорестен тергеу алады. Ол полицияға мен оны өзінің жатақханасына дейін апарып тастап, өзім жалғыз үйге қайттым да ұйықтап қалдым дейді. Бірақ оны жатақханадағы көршілері таңғы 5 шамасында
душқа түсіп жатқанын байқап қалыпты. Оған қоса, оның көзі кішкене көгерген және аяғында кесілген із болыпты. Ол адамдарға осы жарақаттарға байланысты 3 түрлі оқиғаны айтқан екен. Пол Флорес күдікті болып көрініп еді, бірақ қылмысты осы жасады деп айтатын ешқандай айғақ болған жоқ. Кристиннің жоғалғанына 1 ай уақыт өтеді. Бұл іс кеңінен тарай бастайды. Теледидарларда экстрасенстердің бұл іс бойынша болжамдарын көрсетеді. Олардың ойларынша, Кристинді 2 жігіт өлтіріп, денесін суға лақтырып жіберген. Арадан 1 жыл өткен соң, Кристиннің ата-анасы Флорестің үстінен іс қозғайды. Бірақ Флорес сұрақтарға жауап беруден бас тартып, кінәсіз болып табылады. Осыдан соң, Флорестің ата-анасы бізге олар моральдық қысым көрсетті деп, Кристиннің ата-анасын сотқа береді. Бірақ бұл жағдайлардан ештеңе шықпай, Кристин еш жерден табылмайды. Тура 6 жылдан соң Кристин Смартты қайтыс болды деп ресми жариялайды. Осы уақыт ішінде ешкім бұл істің шешіміне бір табан болсын жақындаған емес. Осылай 2018 жылға дейін жалғаса берді. Бір күні Крис Ламберт есімді калифорниялық тұрғын әртүрлі қылмыстарға байланысты өзінің подкастын шығарады. Кристин жоғалған уақытта оның жасы 8-де еді. Сол уақыттары осы істі жаңалықтардан көріп, есінде қалып қойған екен. 22 жылдан соң ол осы іс бойынша өзі айналысуды жөн көріпті. Алғаш болып ол сол оқиғада болған куәгерлерден сұхбат алады. Университеттің бұрынғы студенттерінен Пол Флорес бойынша сұрады. Флорес қыздарды ренжіткен, бірақ ешқайсысы үстінен арыз түсірмепті. Ары қарай Крис полицейлердің тергеуін тексермекші болады. Солай ол көптеген қателікті байқайды. Қыз жоғалған уақытта Пол әкесінің үйінде тұрғандықтан полиция алғаш сол үйді тінту керек еді. Олар болса ол үйге 2 айдан соң барған. Әрине оған дейін айғақтардың көздері жойылып үлгереді. Полицейлер үйге келген кезде медициналық топты немесе иіс сезгіш иттерді де ертіп әкелмеген. Сондықтан тінтуден ештеңе шықпады. Детективтер Флорестің отбасына тиесілі 2 көлікті де тексерген жоқ. Бәлкім Пол осы көліктердің біреуімен қызды әкесінің үйіне әкелген шығар. Біраз айдан соң көліктердің біреуі сатылып, біреуін ұрланған деп танытады. Полицейлер Полдың анасының үйін тінтуге бармаған екен. Ал ол жерде басты айғақ жатыр еді. Крис Ламберт қыз жоғалғаннан 4 ай өткен соң, ол үйді Мэри Ласситер есімді әйел жалдағанын анықтайды. Бөлмелердің бірінде әйел Кристиннің мына суреттегі әшекейіне ұқсас әшекейді тауып алады. Оны дереу полицияға апарса, олар бұны айғақ ретінде қабылдаудан бас тартып, артынша әшекейді жоғалтып алыпты. Ары қарай Крис Ламберттің анықтағаны нағыз шеберлік. Крис Полдың анасының үйінің ауласында әрдайым бетон құйылып тұрғандығын түсінеді. Бірақ қыз жоғалғаннан кейін бетонның бір бөлігі кесіліп, орнына гүлзар орнатылғанын анықтайды. Ары қарай еститіндеріңіз одан да қызық. Үйді жалдаған Мэри Ласситер Криске сұмдық оқиғаны айтып береді. Көшкеннен соң күн сайын сол гүлзар жақтан бір дыбыстарды естиді. Қызығы, күн сайын таңғы және түскі 4-тен 20 кеткенде бұл дыбыс шығады екен. Дауысы қол сағаттағы оятқыштың дауысына ұқсайды. Бірақ біраз күннен соң бұл дыбыс шықпайтын болды. Бәлкім сағаттың батарейкасы отырған шығар. Крис Ламберт Кристиннің анасына қарай барып, осы жағдайды баяндайды. Оятқыш туралы естіген соң, анасы шок болып, бірнеше минут сөйлемей қалады. Сосын анасы Кристин жұмыста 5-те болу үшін оятқышты 4:20-ға қоятындығын айтады. Ламберттің подкасты 2019 жылы эфирге шығады. Миллиондаған адам бұны көріп таң қалады. Халықты ашуландырғаны полиция осы уақытқа дейін ештеңе істемегендігі және қылмыскер бостандықта жүргендігі еді. Осыдан соң полицейлер бұл істі қайта қолға алмақшы болады.
Тергеушілер бірінші кезекте Флорестің отбасының үйіне тінту жүргізіп, көліктерді тәркілейді. Ары қарай сол гүлзарды қазады. Бірақ мәйіт ол жерде жоқ. Десек те, мамандар бұл жерде адамның денесі болғанын растайды. 2021 жылы Пол Флорес Кристинді өлтірді деген айыппен қамауға алынады. Ал әкесі сыбайлас ретінде ұсталады. Тергеушілердің айтуынша, Пол Флорес екі жігіт кеткен соң қызды зорлай бастаған. Бірақ қыз оған тойтарыс береді. Оған дәлел жігіттің көзінің көгергені мен аяғындағы тыртығы. Ары қарай жігіт оны өлтіріп, әкесінің үйіне әкеледі. Ұлының ісін көріп шок болған әкесі оған мәйітті жасыруға көмектеседі. Мәйітті екеулеп анасының үйіне әкеліп, ауланың артына көміп, солай гүлзар пайда болады. Біраз уақыттан соң полициялардың көзіне түспеу үшін қайта мәйітті ол жерден алып, белгісіз жерге апарып тастаған. Кристиннің анасы Крис Ламбертке және көмек көрсеткен барлық адамға үлкен алғысын айтады. Осылайша видеомыз аяқталды. Лайк басып арнамызға тіркеліп кетейік. Видео туралы пікірлеріңізді комментке жазайық. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.